сол 38 жылдары 100 мың адам өлсе, соның 25 мыңы зиялы қауым, 25 мыңы интеллигенция. Бүгінгі тілмен айтқан кезде элита. 25 мың, сіз ойланып қараңызшы, 25 мың элита бір уақытта, бір жерде, бір кезде болған қазақта. Бөкейхан атамыз сол кезде айтқан, біздер жапондарды зерттеп, батысты зерттеп, өз салт дәстүрімізге сай мемлекет құрамыз деп айтқан кісі. 9 тілді білген кісі. Сол жылы Бөкейхан атамыз 9 тіл білген, Ленин 9 тіл білген. Сондай грамотный адамдардың 25 мыңы. Қазір мысалы компанияда басында жүрген бір 10 адамды алып тастасаңыз, компания дейтін 2 аптадан банкрот болады. Қалған адамдар оны істей алмайды. Сол сияқты бір қауымның ішінен элитаны алып тастасаңыз, ол анау сорпаның бетіндегі майын алып тастағандай болады, ол сылдыр су қалады астында. Ол халықпен жұмыс жасау да оңай, ол халықты сөйтіп еңсесін басып тастау да оңай да. Ол халық ертесінде ол кредитпен де, басқа затпен де, қарыз алуда да андай бір рухы төмен болып қалады да. Сосын мен бір жерде қалай қазақта бір жерде 25 мың адам болады деп ары қарай зерттеп қарадым. Сөйтсем, мынау Алтын Орда хандығы құралды ғой, Шыңғыс хан. Негізі Шыңғыс ханды таққа отырғызып хан қылып сайлаған ол қазақтар. Мынау Алтайдан Таразға дейінгі жатқан ол Қыпшақтар. Алтын Орда хандығының тағы бір аты бар, Қыпшақ хандығы деген. Бүткіл мынау жаңа айтып отырмыз ғой, ең бастысы команда деп. Мынау Шыңғыс ханның командасында болған ол қазақтар. Мен ойлап жүрген, біздің жеріміз 9-шы орын деп. Сөйтсе, ол біздің жеріміз 1-ші орында екен. Өйткені қалған жерлердің бәрі ол басқа ұлттардан жиналған. Федерация или құрама штаты құралған басқа жерден. Егерде бір елдің жатқан жерін алатын болса, ол Қазақстан ең үлкен. Бір ел ең үлкен жерде жатырмыз. Қараңызшы, енді ар жағын үңілсеңіз, Екатерина II айтады ғой, егер қазақтар өзінің кім екенін білсе, олар жердің жүзін жаулап алады дейді. Біздерде сондай ар жағында историямызды ұмытқызып тастады да, тарихымызды. Біздерді мына құлдық санаудан өткізді, біздер қазір ойымызда майдаланып кетті, мақсатымызда майдаланып кетті. Кішкентай адам болып қалдық та, кішкене бір артқа қарай жүріп, кішкене көзқарасымызды дұрыс қарасақ, мен кейде айтамын жігіттерге, егер де сол 25 мың адам бүгін тірі болғанда деймін да, сондай да версиялар бар екен. 38 жылы өлді деп 57 жылға дейін ұстап отырған, миын пайдаланып отырған. Міржақып атамыз сияқты кісілердің миын пайдаланып отырған. Такой сипен ол кісілер жақсы жұмыс жасаған. Сол адамның 25 мыңы бүгінге дейін болғанда Америкамен біз санаспас едік деп ойлаймын да. Сол кезде Бөкейхан атамыз айтқанда, Голландияны қараңдар, қалай мал шаруашылығын дамытып жатыр. Мал шаруашылығын дамыту деген ол малдың артынан жүру емес, оны зерттеу. Сол кезде Голландияны зерттегенде, сол 100 мың жыл бұрын. 100 мың жыл бұрын солай айтқан да. Қараңыздаршы, қандай кісілер болған, қандай бизнесмен кісілер болған. Енді қаймағымызды алып майдаланып кеттік та, сондықтан да кішкене тарихымызды білу керек, көзқарасымызды өзгерту керек. Сосын енді кейде сұрайды, батыстың бизнесмендері сияқты бола аламыз ба деп. Енді үлкен бизнесмендер шықты. Біздің тарихымызды қарасақ үлкен, өте үлкен. Мысалы жаңа айтып отырмыз ғой, Бөкейхан аталарымыз болса, бүгін біз